Ескі Қазақстанның дәуірі жүріп тұрған шақта елдің ризық несібесі ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кеткені рас. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталының назарындағы көп тақырыптардың бірі де осы ескі Қазақстанның еркелері? Осы күні олардың бірі ойда, бірі қырда жүрсе де талайының асығы алшысынан құламаған. Портал жақында Айгүл Нұриева деген әйел жайлы материал жариялаған екен. Қалың көпшілік кім екен онша біле бермейтін бұл әйел ұрылардың билігінің бел ортасында жүрген адам екен. Осы күні байлығы асып төгіп шетелде шалқып жүрген көрінеді. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Материал авторы елге ғұнықты болу үшін әңгімені әріден бастаған екен. Бұдан бізге мынадай нәрселер мәлім болды. Қазақстандағы қаңтар дүрбелеңінен кейін Ұлыбритания парламентінде лейборист Маргарет Ходж мәлімдеме жасап, Қазақстан билігі басындағы топтың жемқорлықпен тапқан лас ақшасы туралы баяндама жасағаны есте. Бірақ мұның нәтижесі қандай болғаны белгісіз. Ықпалды лейбористің пайымдауынша ресми Лондон ондаған жылдар бойы Нұрсұлтан Назарбаев пен оның кланының лас ақшасы оңды-солды сапырып жатқанына көз жұмып келді. Маргарет Ходж нақты адамдардың аты жөнін атап, олардың кірісі мен активтері үлкен күмән туғызатынын мәлімдеді және Ұлыбритания билігін клептократиямен, яғни ұрылардың билігімен шындап күресуге шақырды. Сонымен Маргарет Ходж атаған клептократтар кімдер еді? Олар Нұрсұлтан Назарбаев, Тимур Құлыбаев пен Динара Құлыбаева, Дариға Назарбаева мен оның азаматтық күйеуі Қайрат Шәріпбаев, Нұрәлі Әлиев, Алия Назарбаева, Болат Назарбаев, Кәрім Мәсімов пен Айгүл Нұриева, Владимир Ким, Кеңес Рақышев, Сауат Мыңбаев, Александр Машкевич пен Патоқ Шадиев, Болат Өтемұратов, Ахметжан Есімов, Қайрат Боранбаев, Александр Клибанов пен оның ұлы Яков, Нұрлан Нығматуллин, Бауыржан Байбек, Марат Бекетаев, Қайрат Сатыбалды мен оның бауыры Самат Әбіш. Бұл аты аталған клептократтардың бірен сараны ғана қамалып, енді бірі жеңіл жазамен құтылғаны болмаса, көпшілігі Қазақстанда жоқ. Мәселен, Кәрім Мәсімов ұзақ жылға сотталғанымен, оның сенімді өкілі әрі қазынашысы Айгүл Нұриева Еуропаның төрінде үріп ішіп шайқап төгіп жүрген көрінеді. Выход к морю телеграм-каналы Франциядан Нұриеваның құны миллиардтаған теңге тұратын тағы бір вилласы табылғанын жазды. Кәрім Мәсімовтің жеке қазынашысы Айгүл Нұриеваның Франциядан тағы бір вилласы табылды. Ол Канны қаласының түбіндегі 1,4 гектар жермен виллаға иелік етеді. 2014 жылы Нұриева жермен виллаға 26,4 миллион евро төлеген, ал қазіргі құны 33 миллион евроға немесе 17,6 миллиард теңгеге жетті. Нұриеваның осы вилламен іргелес Посейдон деп аталатын тағы бір вилласы бар. Бұл туралы біз бұрынырақта жаздық. Посейдонмен көрші жер телімінде Нұриеваға тиесілі екеніне күдігіміз болғанымен дәлелдей алмағанбыз. Француздың мемлекеттік жер кадастры дерегі жаңарғаннан кейін ғана бұған нақты көзіміз жетті. Вилла, теннис корты, ашық бассейні және тұтастай түбегі бар жер телімі Кап Нотр-Дам компаниясының иелігінде. Бұл компанияны қазір Айгүл Нұриева мен оның екі қызы Айман және Айла Абуовалар басқарады. Бұлардың аты жөндері мен туған жылдары Фехтование ұлттық федерациясының президенті Мирболат Абуовтың қыздарының дерегімен толық сәйкес келеді. Француздың коммерциялық реестрі көшірмесінде Айгүл Нұриеваның Қазақстан паспортын Кипр паспортына ауыстырғаны және бұрынғы күйеуі Гафур Ихсанның тегін пайдаланып жүргені белгілі болды. Осындай жолмен ол Ұлыбританияда жаңа компанияны тіркеп алған деп жазады телеграм-канал. Бұрынғы биліктің тұсында Қазақстандағы ең бай әрі ең ықпалды әйелдердің бірі саналған Айгүл Нұриеваның байлығы 1 миллиард долларға жете қабыл болатын. Ол Қазақ Телекомның, Қазкоммерцбанктың және Теле2 компаниясының акциясына иелік етті. Кейін қазақстандық компаниялардың акциясын Назарбаевтың отбасы мүшелеріне немесе отбасыға жақын адамдарға сатып, бір жола шетелге кетіп қалды. Бұл туралы телеграм-канал былай деп жазыпты. Нұриева Кәрім Мәсімовтің жеке тапсырмаларын орындап жүрген. Мәселен, долларлы мультимиллионер үшін бір түрлі әуестік болса да, Мәсімовке спорттық құрал жабдық сатып
сатып әперген. Бұдан бөлек Нуриева мен Мәсімовтің байланысы Теле2 компаниясының құнды қағаздар жөніндегі америкалық комиссия үшін жасаған есебінен көрінеді. Компания Қазақстандағы келісім шарттар кезіндегі жемқорлық айыбы бойынша есеп өткізуге мәжбүр болған. Қазақстандық компаниялардағы үлесін Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасымен байланысты адамдарға сатқаннан кейін Айгүл Нуриева шетелге бір жолға кетті. Қазақстаннан шығарып әкеткен қаржыға Нуриева жерорта теңізі жағалауынан ғана жылжымайтын мүлік сатып алған жоқ. Лондоннан жалпы құны 25 миллион фунт стерлинг тұратын 2 пәтер иеленген. Нуриеваның көршілері Қазақстандағы ең үлкен офшорлық желі Meridian Capitalды құрған Евгений Фельд пен оның әйелі Гүлнара Жөкебаева, Асқар Алшынбаев пен оның әйелі және Алшынбаевтың ұлы Әділ. Бұлар Лондоннан қос-қостан пәтер алып қана қоймай, Францияда да Нуриевамен қоңсы қоныпты. Сондай-ақ Нуриеваның Гонконгта Маунт Келлет Роад 37 мекен жайында вилласы бар. Арал қаланың ең қымбат ауданындағы бұл активтің құны шамамен 17,7 миллион доллар. Ал егер бұған Лондондағы 2 пәтер мен Франциядағы 2 вилланы қоссақ, Нуриеваның біз шетелден тапқан активтерінің жалпы құны 90 миллион доллар немесе 44 миллиард теңге болады. Дегенмен Қайрат Сатыбалдының мемлекетке қайтарған 650 миллиард теңгесінің жанында бұл қораштау көрінуі де мүмкін. Мәсімовтің қазынашысы саналған, әрі шетелдік болып үлгерген Айгүл Нуриеваның жиған тергені әлгіндей болса, Мәсімовтің өзінің активтері қанша? Оның қаншауы мемлекетке қайтарылды? Қайтпағаны қайда? Әлі де кеш емес. Егер қазіргі билік жаңа Қазақстан мен әділетті Қазақстан теориясына халықты сендіргісі келсе, осының бәрін ашық мәлімдеу керек. Міне, Айгүл Нуриева деген әйел осы екен. Ал мұндайлардың тағы қаншасы шетелдерде жүргенін кім білсін? Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.